Біздің ата-бабаларымыз жерге отыратын болған, әрі пайдалы болсын деп, мен қазіргі видеоларымда осылай лотос позасында отырып түсіріп жүрмін. Сіз өз өміріңізге өзіңіз жауапкершілік алып үйреніңіз. Стрессті мүлдем кіргізбеңіз. Біреуді кінәламаңыз өзіңіздің өміріңізге. Ата-анаңызды, тағы да басқа адамдарды кінәлайтын болсаңыз, онда болашағыңызды сіз емес, басқа біреудің басқарып тұрғаны болады. Бұл кіріспе сөздер болсын. Бүгінгі видео ер адам мен әйел адамның арасындағы, қыз бен жігіттердің арасындағы қарым-қатынас туралы. Ер адам, әйел адам жақсы көрсе, оның өмірін жеңілдеткісі келеді, бақытты еткісі келеді, сыйлайды, үнемі көмектескісі келіп тұрады. Үлкен адамдардың да қарым-қатынасында қиындықтар болады. Көп жұмыс жасау керек, көп адамдар оған дайын емес болып шығады. Немесе жан-жағында үлгі болатын адамдар жоқ. Жан-жағында ажырасу, ұрысу, керісу болуы мүмкін. Ата-анасы да үлгі болмауы мүмкін. Үлгі болғанның өзінде де ол сізге ұнамауы мүмкін. Егер жақсы қарым-қатынасты айналамыздан көрмесек, мен қазір гипнотерапияда дамып жүргеннен кейін, санамыз, бейсанамыз оған көрмеген нәрселерге сенбей жатады. Егер де осылай кете беретін болса, біз жанұядағы бағалы деген нәрселерді жоғалтып алуымыз мүмкін.